Жедел хабарлама. Тіс өсіретін дәрі енді адамдарда сыналады. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Еліміз және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астына бір дана лайк және жазу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз қабатуларының қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Жаңадан тіс өсіретін дәрі енді адамдарға сыналатын болды. Ғалымдар тістің өсуін шектейтін ауызды анықтаған, ал және препарат бұл ақуызды тежейді екен. Тіс өсіретін өнім енді адамдарға сыналатын болады деп хабарлады Түркістан KZ. Жапон ғалымдары жаңадан тіс өсіретін дәрі тапқанына сенімді. Елдегі Төреген биофарма компаниясы жаңа тіс өсіруге арналған препарат жасаған. Ғалымдар тістің өсуін шектейтін ақуызды анықтаған, ал жаңа препарат бұл ақуызды тежейді екен. Зерттеушілер тышқандарға жасаған сынаға сәтті өтіпті. Енді адамдарға өткізілетін клиникалық сынақ 2024 жылғы шілдеде басталады. Көбірек адам хабардар болу үшін видеоролигіміз астына бір дана лайк және достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз, қымбатты көрермен. Алайда жақсылықты тарату оны жасаумен тең.